Сіздермен Торғын бүгін варенье жасаймыз. Ең бірінші қамырын елейміз. Ұнымызға жұмыртқа, тұз, сұйық май және де жаңа ғана қайнаған ыстық суды құямыз. Жақсылап қамырымызды елейміз. Салафанға салып 20 минутта қойып қоямыз. Начинкасында менде ірімшік, бір жұмыртқа және тұзын қосып, жақсылап араластырамыз, болды. 20 минут өткен соң қамырымызды алып осындай бөліктерге бөлемін. Оқтаумен жайып, салмасын саламыз. Екі жағын осылай жапсырып, формаға келтіреміз. Болды. Ыстық суда 1-2 минутта пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Ас болсын.